Ассаламу алейкум достар, кайырлуу күн. Сиздермен бирге бала Ямми. Достар, бәріміз бірге осындай ерекше, өте тез дайындалатын және құрамы да қол жетімді диеталық кешкі асты бірге дайындайық. Каналымда бұндай ерекше тағамдардың рецепттері өте көп, сондықтан каналыма жазылып, қоңырауша батырмасын басып, бүгінгі тағамымыз ұнаса, лайк басып кетіңіз. Бұл ерекше тағамды дайындау үшін бізге сәбіз, картоп, қызанақ, фарш және әртүрлі дәмдеуіштер, сонымен қатар томатный паста қажет болады. Ең алдымен көкөністерді видеода көрсетілгендей етіп, дөңгелекше қылып турап аламыз. Мен сиыр етіне пияз қосып, блендердің көмегімен фаршқа айналдырып алдым. Оның үстінен бір жұмыртқаның сарысын, ас көк және де өзім қалаған түрлі дәмдеуіштерімді, тұзды қосып, барлығын жақсылап араластырып, қолымды сулап, кішкене котлеттердің көлеміндей қылып, дөңгелекшелеп, осылай қолыммен жасап алдым. Егер сізде дайын фарш болса, сонымен де дайындауға болады. Және де сізге айтар лайфхагым, еттерді дайындаған кезде қолыңызды суға салып дымқылдап алыңыз. Сол кезде еттер алақаныңызға жабыспайды. Сосын осы ерекше тағамымыздың үстінен құятын соусты дайындадым. Бір ас қасық томатный паста, күштен өткізілген сырды, суымызды құйып, азғана мөлшерде тұзды салып, жақсылап араластырдым. Томатный пастаның орнына үйде өзіңіз жасаған цицибелиді қолдансаңыз да болады. Жабысып қалады ма деп қорықсаңыз, мен секілді зәйтүн маймен майлап алсаңыз болады, бірақ майлау міндетті емес. Көкөністерді, етті дайындап болған соң, видеодағыдай етіп кезектестіріп, ыдысымызға орналастырып аламыз. Барлығын кезегіме орналастырып болған соң, өзіміздің дайындаған соусымызды құйып, қызып тұрған пеште 180 градуста 40 минуттай пісіреміз. Астарыңыз дәмді болсын, каналымнан алыстамай, менімен бірге болыңыз.